АКШ әскері бейсенбі күні таңертең Иранға бағытталған соңғы әуе шабуылдарының аяқталғанын хабарлады. Иранның мемлекеттік бақтарының мәліметінше, осы жолғы қақтығыс басталғалы алғаш рет соққылар Тегеран маңына жасалды. Сондай-ақ АКШ Кешім аралына, Чабахар порт қаласына және Иранның солтүстігіндегі Семнан провинциясына соққы жасағанын айтылды. Семнан провинциясында Иранның баллистикалық зымыран өндірісі мен ғарыш бағдарламасына қатысты нысандар орналасқан. Иран билігінің мәліметінше, АКШ шабуылдарынан 35-тен астам адам қаза тауып, 300-ден астамы жараланған. АКШ Кюрасао туы астында жүзіп келе жатқан мұнай танкері ескертулерге бағынбай Иранның негізгі мұнай экспорт терминалына қарай бет алғаннан кейін оның мұржасына зымыран атқанын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде Иран таң алдында Иордания, Бахрейн және Кувейт бағытында зымырандар мен дрондар ұшырды. Сәрсенбі күні АКШ әскері Иранға әуе шабуылдарын күндіз қайта бастады. Вашингтон бұл науқанның мақсаты Тегеранның Ормұз бұғазындағы коммерциялық кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін шектеу екенін мәлімдеді.